Сәлем қыздар, қалайсыздар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгін арықтау марафонының 4-ші күні. Ал қыздар, арықтау марафонын жалғастыруға дайынсыздар ма? Комментарийге жазып кетіңіздер. Сіздерге берілген 10 000 шақтың тапсырмасын орындап жүрсіздер ме? Міне мен 10 000 шақтың нормасын орындадым. Ал сіздер қанша шақ жүрдіңіздер? Бүгін сіздерге жаттығу қосылады. Дәл осы зумба биі менің каналымда бар. Таңертең ұйқыдан тұра салысымен дәл осы биді билейміз, вакуум жаттығуын жасап, сосын осы биді билейміз. Оның барлығы менің YouTube каналымда бар. Сіздерге YouTube каналда осы екі бидің сілтемесін қалдырып қоямын. Міндетті түрде шаг және осы екі биді билеңіздер. Айтпақшы қыздар, зумба биі негізі арықтауға көмектеспейді. Біздің жеген тамағымыздың калориясын күйдіріп және біздің объемымыздың кетуіне көмектеседі. Сол үшін тамақтанумен қатар шаг, жаттығу және вакуум, міне осының барлығы бізде арықтауға көмектеседі. Таңғы уақыт әдеттегідей менде салмақ өлшеумен басталды. Салмақты күнде өлшеуге бола ма деген сұрақ келіпті. Негізі күнде өлшеуге болады. Егер де сіз салмақ қосылды деп жаңағыдай паникалап ететін болсаңыз, онда 3-4 күнде бір рет таразыға тұрсаңыз болады. Салмақ негізі тау сияқты жүреді, біресе көтеріледі, біресе түседі. Оған таң қалудың қажеті жоқ. Бүгінгі таңғы ас қыздар, менде кеше білесіздер, мен лаваш алған болатынмын. 2 лаваш болған, біреуі артылды. Осы лаваштан таңғы асқа тәтті донер дайындайтын боламыз. Бізге қажетті заттары лаваш, ірімшік, яғни творог және сыр, қаймақ. Менде слива болған қыздар, слива қоссаңыздар болады, немесе мёдты да қосуға болады. Сырды үккіштен өткізіп, жаңағыдай донерге дайындап қоямыз. Негізі 30 грамм сыр бір донер жасауға жеткілікті қыздар. Егер де сізде лаваш болмаса, сыр болмаса, онда жай ғана творог болса, творог, қасына салат, нан мен майды жеуге болады. Міне сізде сол кезде КБЖУ балансы сақталады, яғни ақуыз да бар, май да бар, клетчатка да бар. Бұл жақта бізде қаймақ пен сыр майға кірсе, лаваш бізде көмірсуға кіреді, творог бізде ақуызға және салат қосамын, яғни бір қызанақ қосамын. Міне ол қызанақ бізде клетчаткаға кіреді. Күштен өткізілген сырды енді ыдысымызға саламыз. Маған негізі дәл осы ПП тәтті донер өте қатты ұнады қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте тойымды болады. Лавашымызды жайып, 2 шай қасық қаймақты салатын боламыз. Майонез қосуға болмайды қыздар, майонез қоспаймыз. ПП донерді негізі өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай дайындай берсеңіздер болады. Негізі дәл осы ірімшік, яғни тұрысы 200 грамм, ал мен 100 граммын қосамын, яғни жартысын қосатын боламын. Негізі қыздар, таңғы ас міндетті түрде белоктан тұру қажет. Белокқа не кіреді? Жұмыртқа, творог, тауық еті, сиыр еті, жылқы еті, балық еті кіреді. Егер де ет жеуге шамаларыңыз келмесе, онда маш, горох, чечевица, фасоль деген сияқты өнімдерді қосуға болады. Бұлар өсімдік тектес ақуыздар. Қаймақты жағып болған соң ірімшігімізді формаға келтіріп жағып аламыз. Қыздар, сіздер берілген тапсырманы толығымен орындап жүрсіздер ме? Ұйқы режимі қалай? Су нормасы қалай? Бір күндік су нормамыз қыздар, әр келі салмаққа 30 санын көбейтесіздер. 50 келі салмағыңыз болса, онда 30 санын көбейтсеңіз 1,5 литр су ішу керек боласыз. Келесі кезекте қыздар, сырды саламыз және оның үстіне сливамызды салуға болады. Егер де сізде банан болса, бананды қосуға да болады. Кез келген жемісті қосуға болады. Тәттіге құмар болсаңыз, онда жеміс жидектермен алмастыруға болады, немесе құрғақ жемістер бар ғой, кептірілген. Міне солармен де алмастыруға болады. Егер де шоколад, печенье, торт дегендерді жемесем тұра алмаймын десеңіз, онда міндетті түрде 10 мен 11-дің аралығында жеуге болады, одан кейінгі уақытта жеуге тырыспаңыздар. Келесі кезекте біз донерімізді, яғни пішініне келтіріп, жақсылап орап аламыз. Сковородкаға, яғни табағымызға екі жағын қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Табаға негізі сұйық май қосуға болмайды. Мен қарапайым қолдың сары майы немесе президент майын осылай жағып донерімді қоятын боламын. Қыздар, таңғы ас жасауға көп уақыттарыңыз кетпейді. Негізі таңғы ас дайындауға көп уақыт кетпейді. Таңертең ұйқыдан тұра салысымен вакуум жаттығуын жасайсыз. Оған 10-15 минут уақытты арнайсыз. Вакуум жаттығуын жасап болған соң, сіздер 2 стакан жылы су ішіп аласыздар, яғни ысқылтын жылы су ішіп аласыздар. Жылы суды ішкеннен кейін барып, сізде 20 минут уақытыңыз бос болып тұрады. Міне осы аралықта таңғы асты дайындауға болады.
міне 3 минут уақытыңызды жаттығуға арнаңыз, сол кезде барлығына үлгеретін боласыз. Міне қыздар, менің таңғы асым дайын болды, өте дәмді болып шығады. Адам негізі қыздар арықтау үшін тамақтан рахат алу қажет, яғни жеп отырған тамағы өзіне ұнау қажет. Жоқ, мен арықтаудамын, маған көп зат жеуге болмайды деген жоқ. Барлығын жейсіз. Ең бастысы уақытпен, нормамен, қозғалысты көбейту арқылы, тамақтануды дұрыстау арқылы 80% тамақтанумен, 20% жаттығумен сіздер міндетті түрде арықтайсыздар. Ал енді түскі асқа келейік. Егер де мен сияқты сабаққа, жұмысқа баратын болсаңыздар, онда түскі астарыңызды бір күн алдын кешке дайындап қойыңыздар. Міне мен сияқты. Міне 2 ет тұр, біреуін жұмысқа алып кетемін, біреуін кешкі асқа жейтін боламын. Менде түскі асқа 500 грамм горох сорпасы болады. Горох сорпасын өте қатты жақсы көремін. Сіздер де жасап көріңіздер. Горох сорпаны дайындағанда картопсыз дайындаймыз және майға қуырмаймыз. Яғни етімізді саламыз, суға қайнатып пісіріп аламыз және оның үстіне пиязымызды, болгар бұрышын, сәбізімізді салып, горох сорпасын дайындап аламыз. Қалауыңызша укроп, яғни көк шөптерді қосуға болады. Жұмысқа тамақ алып кететін болсаңыздар, дәл осындай контейнер алып алыңыздар, өте ыңғайлы және төгіліп қалмайды. Негізі қыздар, салат жеуді әдетке айналдырыңыздар. Салатты таңғы, түскі ас, кешкі аста міндетті түрде болу керек. Салат болмаса бізде запор болуы мүмкін, яғни іш қату процесі болады. Сол үшін міндетті түрде рационда салат болу қажет. Кез келген салатты жеуге болады қыздар. Арнайы мына салатты жейсін деген жоқ. Кез келген өнімнен өзіңізге удобны болатын, тез дайындалатын салат түрлерін дайындауға болады. Ең бастысы майонез қосылмау қажет. Менің сабақтағы түскі асым, қараңыздар, горох сорпасы және салат. Салат мұнда капуста, сәбіз және қызанақтан жасалған. Мендегі кешкі ас горох сорпасынан қалған ет және салат. Кешкі ас негізі белок және клетчаткадан тұру қажет. Міне сол кезде бізде тойымдылық болады, түнде тамақ іздемейміз. Міндетті түрде кешкі асымыз өте жеңіл, салаттан және еттен тұру қажет. Негізі бір күн алдын тамақтануды жоспарлап қойған өте ыңғайлы. Бір күн алдын жоспарлап қойсаңыз артық тамақтану болмайды. Уақытпен тамақтанасыз, жаңағыдай перекус жасай салмайсыз. Міндетті түрде өзіңіздің тамақтанатын уақытыңызды күтіп жүресіз. Ал қыздар, назарларыңызға рахмет. Ертеңгі видеода жолыққанша, каналға тіркелмеген қыздар болса тіркеліп, дәл осы видеоны барлық таныс туыстарыңызға жіберсеңіздер, қазақ тілді арнаның дамуына үлес қоссаңыздар екен. Сау болыңыздар.